Ақсай қаласының 7-ші, 9-шы, 11-ші, 13-ші шағын аудандарында жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аталған шағын аудандардағы жол құрылысы өткен жылы басталған болатын. Асфальт төсеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жерде болып қайттық. Бүгінгі күні 9-ші шағын ауданда 2 қабат асфальт бетон жабыны төселген. 12-ші, 13-ші ықшам аудандарға да асфальт төселген. 7-ші, 9-ші, 11-ші шағын аудандарда 4,6 шақырым. 12-ші, 13-ші шағын аудандарда 7 шақырым. Жұмысты мердігер Ақсай бизнес-строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Мы сейчас ставим 9-й микрорайон. Сейчас сегодня ребята делают там арык. Біз қазір 9-ші шағын ауданында тұрмыз. Асфальттың 2 қабаты төселді. Жобамыз 7-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші шағын аудандарда жүргізіледі. Бүгінде қажетті материалдар 100% бар. Негізінен бұл жобаны өткен жылда аяқтауымыз керек болатын. Алайда қажетті материалдар жетіспегендіктен жұмыс тоқтады. Жаңа жолға жаяу жүргіншілер өткелімен жарық орнатылды. Нысанда 64 жұмысшы қызмет атқарады, 18 техника жұмылдырылған. Екі жобаның жалпы құны ұзындығы 12 шақырым болатын жол құрылысы 1 миллиард 50 миллион теңгені құрайды. Бұл жерде испарительный лоток салу жұмыстары жүріп жатыр. Асфальт төсемінен 2 төсемін төседік. Астыңғы қабат 6 см ірі қиыршықты, үстіңгі қабат 4 см ұсақ қиыршықты асфальт төсемі төселді. Осы жаңа көрген барсыз, біздер келіп бұл жерде не алып атырық? Керін алып атырық. Керін дейміз. Бұл 7000 квадрат шаршы метр квадрат жерге бір керін алады. Осы жаңа мына көшеден алды. Бұл біріншіден асфальттың қалыңдығын тексереміз. Асфальттың қалыңдығы сай. Енді бұл керінді асфальттың тығыздығына тексереді. Ол бір жұманың ішінде заключение шығу керек. Бұдан бөлек бізде қазір 12-13 ықшам ауданында тағы да жол салу жұмыстары жүріп жатыр. Ол жерде де Ақсай бизнес-строй компаниясы мына жерде айта кететін 4-6 километр 7-9-11-де жасалатын болса, 12-13-те 7 километр жол жасалады. Одан ары қаратай строительный 1-3-те 9-6 километр жол жасалады. Қазір оның 6 километрінде ірі қиыршықты жол төселіп жатыр. Енді бізге 3-6 ірі қиыршықты жол төсемін төсеп, қалғаны кіші қиыршықты жол төсемін 9-6 километр толығымен төсеп шығуымыз керек. Сонымен ол көшелерді жабамыз. Жоба құны 7-ші, 9-ші, 11-ші шағын аудандарда 600 миллион теңге, 12-ші, 13-ші шағын аудандарда 890 миллион теңге. 1-ші, 3-ші құрылыс көшелерінде 1 миллиард теңгеден астам. Шағын қалалар өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында биыл тағы да 2023 жылы нысандарды бастауға қаржы бөлінді. Бұл Береке, Солтүстік, 2-ші, 3-ші ықшам аудан және 5-ші ықшам ауданы. Бұл бойынша қазір конкурстар өткізілді, мердігерлер анықталды. Қазір техникалық қадағалаушы компаниялардың конкурстары өтті, бірақ оларда көп кісі қатысып, бір-біріне дейтін обжалование дейді, соны беріп кішкене созылып кетіп жатыр. Сол обжалование біткеннен кейін біз келісім шарттарды жіберіп, құрылысты бастауға талонын алып, жұмысты бастап кетеміз. Бұл енді шілде айында жоспарлап отырық. Ауылдық елдерде, мекендерде ауыл ел бесігі бағдарламасымен, Бумакөл ауылында жол салу жұмыстары жүріп жатыр, көше жолдарының құрылысы, ішкі көше жолдарының құрылысы. Бұл жерде жергілікті азаматтар жобалық сметалық құжаттама әзірледі. Соған республика бюджетінен қаржы бөлініп, қазір атқарылып жатыр Жайық Сити компаниясы. Бумакөлден бөлек Жарсуат ауылының ішкі жолдары құрылысы. Бұл жерде біздің аудандық маслихаттың депутаты Серік Чапаев Дүйсен деген азаматымыз жобалық сметалық құжаттама жасады. Сараптамадан өткізді, бізге тапсырды. Біздер өтініш беріп оны алдық. Қазіргі таңда ол жобада іске асырылуын бастауын күтіп отырмыз. Жайық Сити компаниясы бұл жерде. Сосын Аралтал ішкі жолдары былтыр бастадық жұмысын. Кіреберіс жолы мен ішкі жолдарының саны қазіргі таңда 3 километрден аса ірі қиыршықты асфальт төсемі төселді. Барлық материал бар. Қазір енді 4-те 8 километр жерде асфальт, 1-де 1 километр ШГС пен жоба бойынша солай жасалған. Кейбір азаматтар сұрап жатыр, неге біздің көшелерде асфальт төселмейді деп. Ол енді жоба бойынша ол жерде одан артық кете алмаймыз. Шеткі көшелерге ШГС төселеді, 4-те 8 километр асфальтымыз төселеді. Ірі қиыршықты асфальтпен кіреміз, сосын ұсақ қиыршықты асфальт төсеп шығып кетеміз. Содан кейін укрепление обочин, знактарын қойып, жол белгілерін орнату, жолақтарын сызу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен ол нысанды аяқтаймыз деп отырмыз. Биыл аяқтаймыз. Қазір уже 70-80% жұмыс атқарылып тұр.
Жобалық сметалық құжаттар дайын, алайда қаражат бөлінбеген жобалар да бар. Бұл 8 наурыз көшесі шамамен 400 метр. Мұнда орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.